Менің ойымша біздің көрермендерге және студияда отырған жастарға үлкен үлгі мысал болады. Өйткені біздің де бағдарламамыз отбасын құруға арналған. Бірақ енді отбасын құру оңай, үй болу қиын. Қандай жағдайларға тап болуы мүмкін? Ондай жағдайлар алдына келген кезде қалай шешу керектігін, қашанда болса жалғыз қалмайтынын түсіндіріп бергеніңіз үшін рахмет. Өйткені біздің де мақсатымыз толықтай көрсету. Өмірде қандай жағдайлар болуы мүмкін және олармен қалай күресу керек дегендей. Мен түсінгенім бойынша аналар үйінің ең үлкен сұрағы аналарға жұмыс тауып беру, е? Және де осы тұста мемлекеттік органдармен байланыстасыз ба деген сұрақты қойғым келіп отыр. Бізде осы Алматы қаласын алайық. Бізде Алматы қаласы облысы бойынша координаторларымыз барлық өкімет орындарымен байланысты. Өйткені бізде құжаттары жоқ болып келеді, оның бәрін біз жасауымыз керек. Және де мына аяғы ауыр қыздар келген кезде оны поликлиникаға жаңағы тіркеуіміз керек. Соның барлығын біз осы Алматы қаласындағы өкімет орындарын барлығы бізге шешіп береді. Негізінде бәріне көп рахмет. Өйткені біз координаторларымыз біз барып тұрған кезде есіктері ашық, бізді жақсы қарсы алады және де көмектесіп отырады барлық нелерге. Сондықтан да ол барлығы бар. Оның бәрін жасаймыз. Бізде жаңа айтып отырым, кішкентай балапанымызбен бірге келді. Қызды да көрсеттік дейді. Ей, балапан, сәлем. Жаңа айтып отырым, бізде жаңағы жұмыс оқытамыз, жаңа сертификат береміз деп айтып отырым. Ол да біздің сол мына өкімет тарапынан жасалынатын жағдайлар. Егер де мүмкіндік болса, жаңағы жұмысқа да тауып беруге олар бәрі атсалысып қосып отырады. Бірақ қазіргі кезде өте қиын. Өйткені кішкентай баламен жұмысқа алмайды. Оның үстіне тағы бір қиналатынымыз ол балабақша. Өздеріңіз білесіздер, балабақшада бізде қырғын қазір не очередь тұрады. Оның үстіне балабақшаның құны да қалта көтере бермейді әр адамның. Сондықтан да ең қиналатынымыз солар болып отырады. Бірақ оны да біз шешеміз. Бізде де балабақшаға барып біз жағдайымыз айтып неғаған кезде төмен бағамен қабылдауға да жаңағы көніп отыратын балабақшалары да бар. Сондықтан да ол жақтың бәрін шешеміз, қиналамыз. Қиындықтар өте көп. Бірақ бәрі шешілетін жағдайлар. Бірақ енді менің ойымша бүгінгі эфирден кейін бұл мәселелер оңайырақ шешіледі деген үмітім бар негізі. Өйткені өткен жолы біз СОС жетімдер үйінің, балалар үйінің өкілдерін шақырған едік. Және сол эфирден кейін талай хабарласқан адамдар болды. Тіпті еліміздің бір үлкен компаниясы әзірге құпия, бірақ жақын арада жариялаймыз. Осы тұрақты көмек көрсету жайлы өз ниетін білдірген еді. Демек бір нәтиже бар. Осы эфирден кейін нәтиже болатынына сенімдіміз. Ал қазір Айзереге сөз кезегін берейік, жарнамамен бөліп жіберген едім, кешірім сұраймын. Сонымен Таразға кетті. Содан оралмады. Біз таптық, бірақ осы аналар үйіне рахметін айтамын. Рахмет. Тауып берді, солай көмектесіп, бар жағдайын жасап отыр қазір. Бірақ қазір соңғы күндері кішкене арам суып, солай отбасымен Айзерен. Әкесімен араңыз суып кетті ме, әлде өз отбасыңызбен бе, түсінбедім? Өз отбасымен де, және қызым Жансаяның отбасымен де суып кетті. Бұл жерде айтып кетейін, бізде Айзере қазір
домамынан ана үйінен шығайын деп отыр да. Сондықтан да қазір қиналып жатқаны, егерде жаңағы көмектесіп қол ұшын беріп жататын болса, жұмысқа тұрып, кәдімгідей аяққа тұрып кететіндей. Өйткені сәбиімізді балабақшаға қазір алмайды. Сондықтан да ең қиыны қазір сондай жағдай болып отыр да. Оның үстіне біздің қыздардың барлығын айтып отырамыз, және де міне қазір өздеріңіз көріп отырсыз, бізде Арайда айтып отыр, Айзере де айтып отыр. Біздің қыздармен сөйлесіп жұмыс істеп отырғаннан кейін, бұлардың ешқайсысы баланың әкесіне, жана апасы аталарына баланы көрсетпеймін, көргізбеймін деген ой жоқ. Өйткені баланың отбасы болу керек, баланың әке шешесі болу керек. Мейлі бірге тұрмағанын өзінде де апа атасы, әке шешесі болу керек. Олар қарым-қатынасты үзбеу керек та. Соны қазір мына Айзеренің айтып отырғаны сол, кішкене суып кеттік деп, өйткені бұның ойында жаңағы апасы кішкене көмектесе балаға қараса, мен өзім жұмысқа шығып сөйтіп не, өйткені балабақша алмай отыр қазір. Түсінікті. Енді Айзеренің мәселесін шешуге тырысамыз. Егерде мен көмектесе алам деген жандар болса, міндетті түрде қалаулымның әлеуметтік желідегі парақшаларына, біздің ресми сайтқа және тікелей эфирге 8809-080-99-99 нөміріне хабарласыңыздар дегім келеді. Бір айта кетейін дегенім, біздің жасаған қателігімізді кейінгілер жасамаса екен деймін. Көп рахмет. Бірақ енді бүгінгі қадамдарыңыз бұл да бір үлкен батырлық, және де бұл да бар жаманшылықтың артта қалғанының белгісі. Енді қадамды тек қана алдыға, тек қана жарқын болашаққа бастайық деген ниетіміз бар. Және біздің сіздерге дайындаған бір шағын тосын сыйымызды қабыл алыңыздар. Енді ертең, тіпті бүгінде басталды ғой енді, қазақ елінің жаңа жылы, үлкен Наурыз мерекесі келе жатыр. Жаңа жылды жаңа қадаммен бастап, жаңа таза беттен бастап, өмірге деген, бақытты өмірге деген алғашқы нық қадамдарыңызды жасаңыз деген ниетпен ортамызда отырған балапан, Диярдың бүгін туған күні, оның үстіне ал енді қазақта әдемі бір дәстүр бар ғой, тұсау кесу деген. Балапанның қадамы оң болсын деген ниетпен, анасының өмірі бақытты болсын деген ниетпен, аналар үйінің жұмысы жемісті болсын деген ниетпен, бүгін Диярымыздың тұсауын кессек деген ниетіміз бар. Қалай қарайсыздар? Ал, Бекболат. Жоқ, аудара ғой, аудар. Ай, қызым ау. Ой, алтыды бейдің. Алтыны айтса. Ой, не бұд. Бай. Бұл жерденді қазақтың дәстүрі бойынша балапанымызды қазір сауын кесіп, тай-тай жүргіземіз. Нені таңдайды екен? Болашағы қандай болады екен? Кітап таңдай ма? Ақша таңдай ма? Жоқ әлде мүмкін әйгілі әртіс болады ма екен? Көре жатармыз? Енді Зүбайда ханым, өзіңізді ортаға шақыруға рұқсат етіңіз. Бұл балапандардың өміріне сіздің қосқан үлесіңіз ерекше. Өзіңіз де айтып отырсыз, қаншама балапан балалар үйіне түспей отбасына қайтадан оралды. Бұл сіздің жұмысыңыздың жемісі. Сондықтан тұсауын өзіңіз кессеңіз деген ниет. Мен сізге берейін оны. Өйткені біз тұсауын кесіп, оны біз ылғи жасаймыз. Бірақ мына бағдарламаға келгеннен кейін пайдаланып қалайық. Сіздің жолыңызды берсін. Мен үшін ол үлкен құрмет.
мәртебе, көп рахмет. Ең бірінші рет өмірімде тұсауын кескелі отырмын, қызық екен. Дегенмен балапанымыз ең бастысы аман болсын. Бісміллә. Бісміллә деп. Сен қазір ана жаққа барасың, да? Жу. Аха, тұсау кесілді. қарып аласың. Так, аха, ұстаныз. Аха, кеттік, жүр мамаға. Тәй, келе ғой. Кеттік, мамаға барамыз. Ал, жүр, кеттік. Тәй, аман болсын, бақытты болсын. Бейшағын ярып жағына. Аны тандасын. Опа, ал. Ал енді таңдасын. Балапан не таңдайды екен? Қара, не таңдайсың? Шай. Ала ғой. Штайтын затты. Ала ғой. Қара, балапан, қара. Не бар мына жерде? Не бар балапан? Мынаны қара. Кәдімгідей балапан ойланып қалды расыменен. Микрофонға қолын созып тұрып микрофонды алмай қойды. Алғаны журнал болды, шынымен өнерге жақын болады деген ойдамын. Белгілі бір азамат болып өссін, жазушы болуы мүмкін, жүргізуші болуы мүмкін, әнші болуы мүмкін. Ал, құтты болсын. Микрофонды қоссаңыз қосылу емес сияқты микрофонымыз. Қосып бересіз бе? Қосылды ма? Иә. Ал, балапан. Ойбай. Істеп тұрған жоқ. Басқа микрофон. Мына микрофон. Иә. Мен ұстамайым сені. Аша ханым, сізге рахмет. Менің балам да сіз сияқты актер болсын. Өскен кезде. Бала актер болады. Рахмет. Сізге рахмет келгеніңізге. Бәй, аман болсын балапан, аман болсын. Ал енді тәтті бәлішсіз ешбір туған күн өтпейді. Айтасың ба? Бұл енді Айтасың ба? кіші болса да көптей көріңіз. Біздің ниетіміз тұсауын кестік, туған күнін тойлаймыз бүгін. Ең бастысы балапанның жасаған қадамы оңды болсын. Енді өміріңіздің тек бақытын ғана көріңіз, жақсылығын. Рахмет Бека. Сіздерге үлкен сәттілік тілеймін. Қандай жағдайға ұшырасаңыз да, қастарыңызда әрдайым осы Зүбайда ханым сияқты, біздің демеушілер сияқты, немқұрайлы қарамайтын, қол ұшын созуға дайын тұрған адамдар бар. Сондықтан еш уайымдамаңыздар. Егер көмек қажет болса, бәрі жақсы болады, оған еш күмәніңіз болмасын. Бір қошеметтеп қояйықшы. Мен үшін де ерекше күн, айтып отырмын ғой, бірінші рет тұсау кесіп отырмын балапанның. Сондай бір қобалжитын дүние екен. Және де біздің ресми демеушіміз Баян Сұлу кондитерлік фабрикасының тәттілерін қабыл алыңыз. Баян Сұлу сіздің үйіңіздің қуанышы. Бұл енді сыйлықтарымыздың соңы емес. Көп рахмет сізге, Зүбайда ханым, осындай іс жасап жүргеніңізге. Бұл үлкен еңбек, өте сауапты іс. Жұмысыңыздың жемісін көріңіз. Елімізге пайдаңыз тие берсін. Көп рахмет осындай дүниелерді ұйымдастырғаныңыз үшін. Ал қыздарға тілейтінім үлкен бақыт әрине. Әуелі балапандарыңызды өсіру, бұл сіздің ең үлкен арманыңыз ғой енді. Бірақ енді өмірлік жар тапқыңыз келсе, онда қалаулымның есігі әрқашан ашық. Оны да ұмытпағайсыздар.
Келгендеріңізге көп рахмет. Ал, құрметті көрермен, үлкен қошеметпен бүгінгі қонақтарымызды ендеше шығарып салсақ.